асықты кім ойнайды? Ұлдар ма қыздар ма? Қыздар ойнайды. Оның ішінде 5 асық болады. 5 асық ішінде ең бірінші асық қандай? Қалай аталады? Хан. Асық атылды, сақа болды, ол көп. 5 асықта ол болады, хан. Оны белгілеп қоясыңдар, ойнаған кезде бір хананы шетіне қойып отырасыңдар, каждый турдан кейін. Дұрыс па? Қазір искусственный интеллект қосуға видеоны қараймыз. Асық ойынның қызыған алған түрі 5 асық. Ойын кездегі сапаларды ие болуын анықталады. Сапасы ауысымға түскен ойыншы ойын кезекте ие болады. Ойын бір көңіл ойналады. Ойыншы жерден асықтарды алғанда ол басқа асықтарға киіну керек. Егер ереже бұзылса, келесі ойыншыға беріледі. Ойын жалғасы әрекеттің бұзылған жерден басталады. Бірлік. Ойыншы кілемге 5 асықты жиып тастайды. Жиылған асықтардың ішінен біреуін таңдап алады. Ол хан болады. Ойыншы ханды жоғарылатып, кілемдегі асықтарды бірін-бірін дәл тұрған ханды қабылдау керек. Игілік. 5 асық шашылады. Хан болса да кілемнен 2 асық алынады. Біріндегідей дәл тұрған асық қабыл алынады. Кейін тағы екеуі жегіледі. Кілемнен алынған асықтар бөлек жиналады. Үштік. Хан жоғарылатылады. Кілемнен 3 асық алынады. Хан қайта табылады. Кілемнен алған асықтың ханды жоғарылатып бөлек алынады. Хан қайта табылады. Төрттік. Хан жоғарылатылады. Қалғандары бірден-бірге қойылады да жартылған асық қабыл алынады. Жалақ. Барлық асықтар алаңында жиналады. Хан жоғарылатылып, қалған 4 асық. Капсулястан шығысып, 3 немесе 5 алған районкер кілемге қадалады. Алақан. Асықтар кілемге шашылады. Қолдың алақаны үстіне қаратып, кілем үстіне сыртымен қойылады. Хан жоғарылатылып, кілемге асықтардың біріншісі алынып алақанға қойылады да хан қайта табылады. Екінші, үшінші, төртінші, бесінші асықта осылай ойналады. Төртбұрыш. Асық. 4 асық шаршы бойынша шамамен 20 см аралығы бойынша қойылады. Ойыншы асығын жоғарылатып, таршылай жиналған асықтарды бірден жинап, дәл тұрған асықты қағып алуы тиіс. Үндемес. Бірліктегі әрекет қайталанады, бірақ дәл тұрған асықты ұстар кезде қалғандары бір-біріне соқтығысып, сартылдаған дауыс шығаруы керек. Сарт-сұрт. Бірліктегі әрекет қайталанады, бірақ дәл тұрған асықты ұстар кезде асықтар бір-біріне тиіп, оның соқтығысқан сарт-сұрт дыбысы естілмеуі тиіс. Алмастыру. Асықтар кілем үстіне шашылады. Хан жоғарылатылып, кілемнен бір асық алынады. Дәл тұрған асық табылады. Ойыншының қолында 2 асық болады. Ол жоғары дәл тұрған қолда қалған екінші кілемде жатқан басқа асықпен алмастырылады да дәл тұрған хан табылып алынады. Қаршу. Асықтар шашылады. Хан жоғарыға дәл тұрады. Кілем үстіне шашылып жатқан асықтардың біреуін көтеріп, түсіп келе жатқан ханды үстен қарсы қағып керек.
түсіндіріп еді есебін түсінуі бар ойлайтын ешқандай бар екенін қазір ойлаған кезде қандай болса мен шақырып өзіңе түсіндіріп береді түсінікті ма қазір екіге келтіріп отырамыз асықтар алып каждый бес асықтар ішінде бір хана бар сонымен бірге отырып көрмейміз түсінікті ма ойнаған кезде бір қолмен ойнаймыз білесіздер ғой иә екінші қол тиеді тұрады немесе оны қоспайды алып немесе отырыңдар отырыңдар екі бір зерлерді тигізіп екісінен ойсайды сол қол зеле болады жеп қозғалмайды қол қозғалмайды оң қолмен ары бөлейміз түсінді ма қазір бірінші бір саған аламыз да қолдарында қанды аламыз да қараңғы қанды аламыз да бірінші атып істейміз жақсылап отырамыз қанды қолдар жағында жай лақтырып ұстап аламыз лақтырып ұстап аламыз бес реттен лақтырып ұстап аламыз түсінікті енді қайтадан қанды лақтырып қағып аламыз все болды асықтарды қолдан жинап алып қандарын қайта көрсетіңдер бөліп қойдық қандарын шатастырмай міне ересін егесін бірінші қанда басын білесіңдер одан кейін бірінші істегенде соңына біткен кезде төрт асық қоясыңдар да қанды соңына қоясыңдар шетіне сонда есептеледі бірінші турда бітірді түсінікті ма все бастаймыз кімде жоқ бәрінде бар ма кім бірінші шатаса келесі ойыншыға береді тастап тұрмаңыз спокойно екінші турда үштен өтті ме төртте берді иә енді бізде келесі
істей алмайсың да? Қайтып жаңағы жинап, қолын сүртіп ал. Қолын сүртіп ал, қолын тізеге қой.
сағат аяқталды, сау болыңыздар.